Оппозицияшы. 2001 жылдың қазан айында Әбіләзов алғаш рет билікті сынап, мемлекеттік аппаратты жемқорлықпен айналысты деп айыптады. 2001 жылы қарашада оның көмегімен Ғалымжан Жақияновпен бірге Қазақстанның демократиялық таңдауы оппозициялық қозғалысы құрылды. Бұл саяси қозғалысқа Қазақстанның қазіргі үкіметінің мүшелері, облыс басшылары, парламент депутаттары, бірқатар көрнекі кәсіпкерлер, белгілі қоғам қайраткерлері, журналистер және еліміздің басқа да азаматтары кірді. Саяси қозғалыс мүшелері мемлекеттік қызметтен шеттетіліп, қылмыстық жауапкершілікке тартылды. 2002 жылы наурызда Әбіләзовты қаржы полициясы қамауға алды. 2002 жылдың шілдесінде Қазақстан жоғарғы сотының үкімімен мүлкі тәркіленіп, жалпы режимде 6 жылға бас бостандығынан айырылды. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 307 бабының 3 бөлігі мен 310 бабының 1 бөлігімен айыпталған. Қызметтік өкілеттілігін теріс пайдалану және заңсыз кәсіпкерлік. Human Rights Watch, Amnesty International және басқа да халықаралық құқық қорғау ұйымдары Қазақстан билігінің әрекетін айыптап, Әбіләзовты ар-ождан тұтқыны деп жариялады. ақш мемлекеттік департаменті Әбіләзовтың сот ісі көптеген процессуалдық қателерімен, дәлелдердің жеткіліксіздігімен және саяси уәжді көрсететін айғақтардың сәйкессіздігімен сипатталғанын атап өтті. 2003 жылы 13 ақпанда Еуропарламент Әбіләзовты қолдайтын арнайы қарар шығарды. Әбіләзов кешірім жасау туралы өтініш беріп, 2003 жылы мамырда Қазақстан Республикасының президенті кешірім жасады. Әбіләзовтың айтуынша, оның 2002 жылы наурызда бірінші рет қамауға алынуы оппозициялық қызметке байланысты болған. Алайда Қазақстан билігі банкирге қызмет бабын асыра пайдаланды, салық төлеуден жалтарды және қаржы жымқырды деген айып тағып отыр. Ол сол кезде БТА банктегі активтерін тәркілеп алмау үшін Ержан Тәтішевке берген деген болжам бар. Әбіләзов түрмеден шыққан соң Қазақстаннан кетіп қалды. 2004 жылы 19 желтоқсанда Тәтішев қайтыс болды. Әбіләзов ол қайтыс болғаннан кейін елге оралып, БТА банкінің төрағасы қызметіне кірісті. 2003-2005 жылдары ресейлік Красноярск уголь ашық акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі болды. 2005 жылдың қаңтарынан бастап Еуразия Investment and Industrial Group жауапкершілігі шектеулі серіктестігі президентінің қызметін атқарды. 2005 жылдың мамыр айынан бастап БТА банкінің директорлар кеңесінің төрағасы. Темірбанк акцияларының бақылау пакетін сатып алғаннан кейін 2007 жылы 1 сәуірдегі жағдай бойынша БТА банкі шоғырланған активтері Казкоммерцбанктен 2,6%-ға асып түсті. Нәтижесінде БТА ТМД-дағы ең ірі жеке банкке айналды. 2007 жылы банк орталық және шығыс Еуропа мен орталық Азиядағы корпоративтік басқару саласындағы үздік банк атағын алды. Ұлыбритания. 2009 жылы 2 ақпанда Қазақстан Республикасы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің жарлығымен Әбіләзов оның қызметі банк салымшылары мен кредиторларының мүдделеріне, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес келмейтіні деген сылтаумен банктың басшысы қызметінен босатылды. Сол жылдың қаңтарында Мұхтар Әбіләзов Қазақстаннан шығып, Ұлыбританияға қашып, Ұлыбританияда босқын мәртебесін алды. 2009 жылы Қазақстанның прокуратурасы Әбіләзовтың ісін қарап, оған БТА банкі мен Темірбанктың ақшасын жымқырды деген айып таққан. 2009 жылдың 6 тамызында Алматы қаласының прокуратурасы Әбіләзов айыпталған БТА банк пен Темірбанктың қаражатын жымқыру ісі бойынша алдын ала тергеуді аяқтады. 2009 жылдың қазан айында Ресей ішкі істер министрлігіне қарасты тергеу комитеті оған Ресейде Қазақстандық банктің 70 миллион ақш долларынан астам сомасындағы активтерін ұрлау мақсатында алаяқтық схеманы ұйымдастырды деп айыптады. БТА банк Әбіләзовты бұрын-соңды болмаған көлемде қаржы жымқырды деп айыптап, Лондонның жоғарғы сотына шағым түсірді, деп жазады Times. Әбіләзов пен оның серіктестері банк талап еткен жоғалған 3,5 миллиард фунт стерлингті өндіріп алу үшін жоғарғы сотқа бірнеше талап арыз түсірді. 2010 жылдың қазан айында Ресей соты Мұхтар Әбіләзовты қамауға алуға санкция берсе, 2011 жылдың 27 қаңтарында Қазақстанның бас прокуратурасы Ұлыбританияға Мұхтар Әбіләзовты экстрадициялау туралы өтініш берген. 2012 жылдың ақпанында Британ судьясы Тир Әбіләзовты бірнеше рет ауыр заң бұзушылықтар жасады деп тауып, сотты құрметтемегені үшін оны сырттай 22 айға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Әбіләзов үкімді тыңдау үшін сотқа келмеді, деп жазды Times. Себебі ол 2 күн бұрын Виктория станциясынан автобуспен Ұлыбританиядан Францияға қашып кеткен. Франция. Ұлыбритания Әбіләзовты іздеу тізіміне енгізді. 2012 жылдың қарашасында Лондонның жоғарғы соты Әбіләзовтен БТА банк пайдасына 2,1 миллиард доллар өндіру туралы шешім шығарған. Әбіләзов Ресейдің өтініші бойынша Францияда 2013 жылдың 31 шілдесінде ұсталған. Бұған дейін бір жылға оның қайда екені белгісіз болып келген.
Әбіләзов өзінің соңғы демалып жатқан жерінде француз полициясының рейді кезінде Кан маңындағы Муан-Сарту ауылындағы 6 бөлмелі үйінде ұсталды. Әйелін депортациялау. 2013 жылы 31 мамырында Римде итальяндық полицияның рейді кезінде қауіпсіздік күштері Алма Шалабаева мен олардың кіші қызы Алуа Әбіләзованы тұрғылықты жерінде ұстады. 1 маусымда олар Қазақстанға жер аударылды. Қазақстандық шенеуніктердің айтуынша, Шалабаеваның бұрын Италияда жүрген төлқұжаты жалған болған. Кейін Италия үкіметі бұл депортацияны заңсыз деп жариялап, өз кінәсін мойындады. Италия ішкі істер министрлігінің қызметкері жұмыстан қуылды. Шалабаеваны депортациялау ісі Италия парламентінде қаралып, ішкі істер министріне сенімсіздік білдіру мәселесін көтеруге негіз болды. Сол жылдың желтоқсан айының аяғында Қазақстанның тергеу органдары Мұхтар Әбіләзовтың әйелі Алма Шалабаеваға қатысты бұлтартпау шарасын ешқайда кетпеу туралы тілхаттың орнына материалдық кепілдікке ауыстырды. Оның үстінен жалған құжат жасаған деген айыппен қозғалған қылмыстық іс тоқтатылды. Әбіләзовтің әйелі мен кіші қызы Италияға қайта оралды. Қамаудан босау. 2016 жылдың желтоқсанында Францияның мемлекеттік кеңесі экстрадициялау туралы өтініш саяси себептермен жасалған деген уәжбен Әбіләзовты экстрадициялау туралы қаулының күшін жойған. 9 желтоқсанда ол Париж маңындағы түрмеден босатылып, Францияда қалды. Франциядағы түрмеден шыққаннан кейін көп ұзамай Әбіләзов Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысын құратынын хабарлады. 2018 жылдың наурыз айында Астана соты Қазақстанның демократиялық қозғалысын экстремистік ұйым деп танып, оның Қазақстандағы қызметіне тыйым салған. 2017 жылдың маусым айында Алматының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық соты оны қылмыстық кодекстің 6 бабы бойынша кінәлі деп тапты. Оның ішінде қылмыстық қауымдастықты құру, бөтеннің мүлкін жымқыру, қылмыстан түскен кірісті заңдастыру, қызметті өкілеттілігін асыра пайдалану баптары бар. Әбіләзов сырттай 20 жылға бас бостандығынан айырылып, мүлкі тәркіленді. Ресейде сот Әбіләзовты сырттай 15 жылға бас бостандығынан айырды. 2017 жылы Қазақстанда Тәтішевтің өліміне қатысты іс қайта қозғалды. 2018 жылы Тоқмәди кісі өлтіруші ретінде ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылды, ал Әбіләзов қылмыстың тапсырыс берушісі деп аталды. Кейін сот оны сырттай өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасына кесті. Өзі кінәсін мойындамады. YouTube'тағы бейне. 2018 жылдың 13 маусымында YouTube желісінде Мұхтар Әбіләзов пен Польшадан келген құқық қорғаушы Людмила Козловскаяның интимдік кездесуі туралы видео пайда болды. Онда Әбіләзовке ұқсайтын ер адам ашық диалог қорының жетекшісі Людмила Козловскаяға ұқсайтын әйелді сүйіп құшақтайды. Толық нұсқасы үшін ересектерге арналған сайттарды қараңыз делінген сипаттамада. Осы сайттардың бірінде толық нұсқасы шынымен табылды. 11 минуттық видео сүйкімді де сұлу украин қызы бастығымен жыныстық қатынасқа түскен деп аталған. Мұхтар Әбіләзовтың жыныстық серіктесі ретінде тіркелген Людмила Козловская бірнеше жыл бойы оның мүддесін соттар мен Еуропарламентте қорғап келген. Босқын. 2019 жылдың шілдесінде Ұлыбритания Әбіләзовты қамауға алу ордерін 2 жылға ұзартты. Ал 2020 жылдың қыркүйегінде бұрынғы банкирге Францияда босқын мәртебесі берілді. Le Figaro басылымының хабарлауынша, Әбіләзов 2021 жылдың желтоқсанында саяси босқын мәртебесінен айырылған. 2022 жылдың, яғни осы жылдың желтоқсанында Францияның апелляциялық соты оған саяси босқын мәртебесін беруден бас тартты. Бұл жайт Францияға Қасым-Жомарт Тоқаевтың келуінен кейін болды. 2022 жылдың қаңтарында Париж апелляциялық соты ескерту мерзіміне байланысты ақшаны жылыстату және сенімге қиянат жасау ісі бойынша Әбіләзовтың қылмыстық қудалауын тоқтатты. 2022 жылдың наурыз айында түрмедегі кәсіпкер Мұратхан Тоқмәди кінәсін мойындамай, бұрынғы ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасы Кәрім Мәсімов бастаған комитет МВД мен бас прокуратураның адамдары оны Мұхтар Әбіләзовтың тапсырысы бойынша банкир Ержан Тәтішевті өлтіргенін мойындауға мәжбүрлегенін айтты.